Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін өте оңай жасалатын осындай кейк попс деп аталатын шайға өте дәмді десерт жасайтын боламыз. Құрметті достар, менің каналымда өте көп рецепттер бар, кіріп қарасаңыздар болады, және парақшамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Біздің десертімізге әртүрлі бисквиттер жарай береді. Менің бүгінгі алған бисквитім ол шоколадты бисквит. Рецептісін мен описание бөліміне ссылкасын қалдыратын боламын. Ол YouTube каналымда бар. Бисквитімізді қолымызбен немесе блендердің көмегімен осылай барлығын езіп шығатын боламыз. Және де бұл десертімізге бізге араластыруға, біріктіруге мен сгущенканы қолдандым, яғни қойытылған сүт, немесе әртүрлі крем қолдануға болады. Мысалы, торттан қалған кремдерді қолдануға болады. Және де осылай қолымызбен араластыратын боламыз. Біздің массамыз барлығы бірігуі керек, өйткені біз қазір домалақ шаректер жасайтын боламыз. Міне массамыз шамамен осындай болуы керек. Енді осы массамызды аламыз да бір ас қасықтың көмегімен алып, осыны шарик, яғни домалақтайтын боламыз. Әрқайсысын осылай біздің массамыз таусылғанша барлығын домалақтап шығатын боламыз. Егер де сіздерде жүрек немесе кекстің формалары секілді силиконды формалар болса, соған да салып қатырып қойсаңыздар болады. Бірақ та маған осылай жасаған ұнады. Барлығын домалақтап болғаннан соң тоңазытқышқа 1 немесе 2 сағатқа салып қоямыз. Біздің домалақтарымыз толық қатуы қажет. Енді сәндейтін боламыз. Сәндеуге осындай мен ақ шоколад қолдандым. Шоколадымызды ертіп қоямыз. Және де осындай таяқшалар керек. Және сәндеуге өздеріңіздің қалауыңызша әртүрлі заттар керек болады. Енді осындай таяқшаларымызды басын шоколадқа батырып, әр домалақтың ішіне кіргізіп шығатын боламыз. Негізінде бұл десертті әртүрлі торттардың қалған корждарына, кремдеріне жасап тастауға болады, ысырап қылмау үшін. Және де арнайы өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Және шоколадқа батырып, ол міндет емес, бірақ та шоколадқа батырсаңыздар өте дәмді болады. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен бүгін осындай ақ шоколадқа аунатып аламын, және үстіне әртүрлі посыпкаларды себетін боламын. Содан соң жарты шоколадымды мен алып, ашық қызғылт түсте бояп аламын да, және оны ақ шоколадтың үстіне сеуіп, сәндеп шығатын боламын. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Және де комментарий бөліміне қандай рецепт алдағы уақытта менен күтесіздер, соны жаза отырыңыздар. Осылай десерттерімізді өзіміздің фантазиямызға қосып, барлығын сәндеп шығамыз. Содан соң тоңазытқышқа шоколадымыз қатуға жіберсек болады. Міне осылай біздің кейк попстарымыз оп-оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте ерекше болып шығады. Және де менің парақшама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер шығатын болады. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздермен бірге болған Раушан.